Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 53-ші мектебінде бүгін жаңа ғимарат ашылып жатыр. Біз өте қуаныштымыз, себебі 3 жыл бойы біз 3 смен мектеп ретінде білім алды оқушыларымыз, балаларымызда білім алуында қиыншылықтар туындады. Сонымен біз арнайы хат жазып, ата-аналармен бірге осы қазіргі таңда қосымша ғимарат 1000 бала сиятындай 2 сменға бөлініп оқитын үлкен ғимарат ашылды. Қазіргі таңда мектебімізде 3600 бала оқып отыр. Сол 3600 баланың қазір 2 бірдей спорт зал, 2 асханасы бар, бірнеше физика, биология, химия кабинеттер арнайы жабдықталған, лингафонный кабинет жабдықталған. Сондықтан балаларға өте жағдайлы, жайлы қоныс болып отыр. 53-ші мектеп 4 жыл бойы 3 ауысымда жұмыс жасаған мектеп. Енді осы қасына қосымша жаңа ғимарат салынғаннан кейін бұл мектептің 3 ауысымдық мәселесі толығымен шешілді. Жалпы қазір қалада 12 мектептің құрылысы биылға жоспарланған. Оның бүгінгі таңда 8-і толығымен аяқталды. Енді 4-еуі осы алдағы аптада толығымен бітетін болады, және ол мектептер келесі 3-ші тоқсаннан бастап балаларды қабылдап оқытатын болады.